Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздермен маркетинг негіздері пәні бойынша жаңа сабақ өтеміз. Жаңа сабақтың тақырыбы жарнама және оның түрлері. Сабақтың мақсаты білімділік, білім алушыларға жарнаманың мәні мен түрлерімен таныстыру, жаңа білім қалыптастыру, дағдыларын дамыту, өз бетінше дұрыс шешім қабылдауға және әрекет етуге үйрету. Тәрбиелік, білім алушыларды іскерлікке тәрбиелеу, еңбек ете білуге, өзін және өзгелерді рухани материалдық құндылықтармен қамтамасыз ететін, өз елінің патриот азаматы болуға тәрбиелеу. Дамытушылық, білім алушылардың логикалық ойлау мәдениетін дамыта отырып, кәсіптік бағдар беру және болашақ мамандықтарына деген қызығушылықтарын арттыру. Білім алушылардың шығармашылық қабілеттерін, өз ойларын дұрыс жеткізе білу, сонымен қатар тіл мәдениетін дамыту. Жарнама француз тілінен аударғанда реклама, жар саламын, тауарлардың, қызмет көрсетудің тұтынушылық қасиеті туралы ақпарат беру және оған деген сұранысты көбейту мақсатында таратылатын хабарлама. Белгілі бір адамдар, ұйымдар, әдебиет пен өнер шығармалары туралы хабар таратып, оларды әйгілеу. Жарнама күнделікті өміріміздің құрамдас бөлігіне айналды. Өзіндік заңдылықтары бар қоғамдық құбылыс. Тұтынушы мен өндіруші арасындағы маңызды дәнекер буын бола отырып, жарнама экономиканың дамуын ынталандыратын болып табылады. Жарнама сауданы жүргізетін тетік қана емес, сондай-ақ тұтыну мәдениетін жаңа биіктерге көтеретін өркениет үдеткіші де болып отыр. Жарнаманың негізгі мақсаты потенциалды сатып алушының зейінін аудару, өнімдердің өсуіне немесе сатылуына барлық жағдайлар жасау, өнімдердің өтуін сақтау, тұтынушылар алдында фирманың атын, беделін немесе өнімдерін тануға, сол тауарларға қалыптасқан пікірлерді нығайту, сатып алушыларға тауарды игергеннен кейін алатын тиімділігін көрсету, сатып алушыларға тауарды қосымша зерттеу үшін мүмкіндіктерді ұсыну, тұтынушыға тауар немесе қызмет туралы белгілі бір деңгейлерде білім қалыптастыру, фирманың жағымды бейнесін құру, оған өндірушінің немесе сатушының, сонымен қатар тұтынушылардағы және іс серіктестерінің саудалық немесе өндірістік маркаларын құру жатады. Жарнама сұраныс пен ұсынысты қалыптастыруға, бәсекенің пайда болуына, инвестиция табуға, өткізу нарығының кеңеюіне, осыған байланысты жалпы экономиканың және оның түрлі саласының дамуына әсерін тигізеді. Жарнама қалай жұмыс жасайды? Жарнама істің, кәсіптің тиімді кіріспе бөлігі болып табылады. Өз тауарыңды өткізу үшін тек қана айқайлап сатып алушыларды шақырып қана қоймай, қазіргі заманғы жарнама құлықтарының барлығын да білген жөн. Сауданы мәдениетті жүргізуде бірден бір қажетті іс жарнама. Жарнама яғни түрлері өте көп. Тікелей жарнама, баспа жарнамасы, баспасөз жарнамасы, хабар жарнамасы, сыртқы жарнама, экран жарнамасы, көбінде радио жарнама, тележарнама, үлкен габариттік плакаттар, роллер, мультивизионы плакаттар, электронды плакаттар, кино және видеофильмдер, слайд фильмдер. Транспорт жарнамасы, транспорт сыртындағы жарнама және транспорт салонындағы плакаттар. Саты орындағы жарнама, витрина, тауар қорабы, зат таңбасы, назар аударуға арналған жазулар. Жарнаманың басқа түрлері көрме жарнамасы, компьютер жарнамасы, купон және лотерея. Интернет арқылы жарнама өзінің жеделдігіне, қайталануына және таратылуының ауқымдылығына байланысты баспасөздегі жарнаманың ең тиімді құралы болып табылады. Көліктегі жарнама бұл автобус, троллейбус және басқа да көлік түріне орналастырылатын жарнамалық мәліметтер, хабарландырулар. Тікелей пошталық жарнама, жарнамалық хабарларды тұтынушы мекен жайына, жарнама хаттар немесе хабарландыру, ақпараттық материалдардың басылымдары ретінде жіберу. Жарнама сувенирлері, фирма қызметін таныту үшін қолданылатын фирмалық сувенирлер, сериялық сувенирлік заттар, сыйлықтар, фирмалық орамалдар. Компьютерлендірілген жарнама, жарнаманың бұл түрі шетелде жақсы дамыған. Ол компьютерлендірген ақпарат және кабельді теледидар арқылы жүргізілетін бейне және каталогтар бойынша сауда. Тележарнама, радиожарнама, баспасөз жарнамасы. Ең танымал түрлері телеролик, хабарландыру, жарнамалық бағдарламалар.
Негізгі түрлері радио жарнамалардікі радио хабарландырулар, радио журналдар, радио репортаждар. Баспасөз жарнамасына бұл хабарландыру және шолу жарнама жарияланымдары сипатында баспасөзде жарияланған әр түрлі материалдар, мақалалар, репортаждар, шолу. Жарнама коммуникация құралы. Мәдени және өркениеттік тетіктер, техника мен технологиялар арқылы ол қоғамдық байланыстардың дамуына өз әсерін тигізеді. Әлбетте, адамзат қоғамының тәй-тәй басқан шағында толыққанды жарнама әлі өмірге келмегенді. Тек жарнама нышандары ғана бой көрсете бастағанды. Жарнама нышандарын алғашқы қауымға қауіп-қатер төнген дабыл қақтармен орындаған бір тайпаның адамы келесі тайпаның өкіліне айырмалаған әлеуметтік ақпарат ретінде қарастыруға болады. Жарнаманың қызметінің тиімділігі, яғни келесі факторлардың, яғни жарнаманың мақсатына аз шығын шығарып, сапасы төмен немесе әрекетсіз жарнаманы анықтап, оның кемшіліктерін жоюға көмектесетін шараларды қолдану арқылы үлкен нәтижелерге жету. Жарнама жасау қадамдары: жарнаманың мақсатын анықтау, жарнамалық жариялау туралы шешім қабылдау, жарнама тарату құралдарын таңдау, жарнама қаржысын анықтау, жарнама қызметінің тиімділігін белгілеу. Жарнаманың әрине артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Артықшылықтары: қайта байланыстың жоғарғы жиілігі, абсолюттік құны төмен, әлсіз бәсекелестік, икемділігі, кейбір таратушылардың функционалдығы, аудиторияның көптілігі. Кемшіліктері: салыстырмалы құны жоғары макулатуралық бейне, витрина мен дүкен үшін безендіру, қосымша білім мен тәжірибені талап етуі. Енді сіздерге үйге тапсырма: жарнама агенттігінің негізгі идеясын құрып, тапсырыс берушіге ұсыну қажет. Жарнама компаниясының девизі болу керек: қалқанды жарнама дайындап көрсетулерім керек. Біздің армандаған банк туралы жарнама жасаймыз. Енді осыған дейін ойлап тапқан жарнамаларыңыздың барлығын біріктіріп, бір жарнама жасайық. Назарларыңызға рахмет.